Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге той дастарханына қойылатын, тапсырысқа қабылдайтын воздушный бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Өздеріңіз білесіздер, бауырсақ қазақ ұлтының ұлттық тағамдарының бірі болып табылады. Бұл бауырсақ қуырылған кезде майсыз, құрғақ болып шығады. Дәмі де өте керемет, жұп-жұмсақ, нәзік болып шығады. Ең алдымен қазақ тілді YouTube каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Бірінші кезекте қолымыз келмейтіндей су, ашытқы яғни дрожж қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ескерту: ашытқының сақталу мерзімі өтіп кетпеу керек. Үстіне тарелка жауып 10 минутқа демалдырамыз. Оған дейін ыстылған сүтіміз қол келмейтіндей болу керек. Үстіне ерітілген сары май, майонез, қант, тұз, 2 жұмыртқа салуымыз керек. Сүтіміз жылы болу керек. Қатты ыстық болса, жұмыртқа күйіп кетеді. Қоспаларымызды қосып болғаннан кейін барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластыруымыз керек. Мінекей, барлығын араластырып болдым. Ендігі кезекте жаңа бірінші кезекте дайындап алған дрожж бен суымызды құйып, тағы да венчиктің көмегімен араластырамыз. Неліктен су мен дрожж 10 минут демалды десеңіздер, қамырымыз жұмсақ әрі воздушный болып көтерілуі үшін. Ендігі кезекте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырдың тығыздығы қатты қалың болып кетсе, бауырсақтарымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Қамыр иленіп бітуге жақын қалған кезде сұйық майымызды құйып, тағы да 5 минут көлемінде қамыр илейміз. Сұйық май неге десеңіздер, артылған ұнымызды біріктіруге және де көтерілген кезде қолымызға жабыспас үшін, плюсы қамырдың жұмсақ болу үшін де сұйық май көмектеседі. Мінекей, біздің бауырсақтың қамыры дайын. Үстіне пищевой пленканы тығыздап, ауа кірмейтіндей жауып қоямыз. Оның үстіне бірнеше қабатталған майлығымызды қойып, сыртына одеял немесе қалың жемпір ораймыз. Бұл қамырдың тез көтеріліп ашуы үшін. Қамыр 1,5 сағат көлемінде ашиды. Мінекей, қамырымыз ашып дайын болды. Енді 2 бөлігіне де ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Айта кететін жағдай: бауырсақ қатты, қалың болмауы керек. Қатты қалың болған жағдайда көтерілмей, қамыр сияқты болып қалады. Егер де қатты жұқа болса, қытырлақ болады және де тез қатып қалуы мүмкін. Барынша орташа көлемінде жайған дұрыс. Мінекей, бауырсақтарымызды бокалдың көмегімен домалақтап кесіп алдым. Егер де сіздерде бауырсақ тесетін арнайы кольцо болса, сонымен де тескен дұрыс, біркелкі болады. Бауырсақтарды міндетті түрде осылай домалақ қылыңыздар демеймін. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ромб фигурасында, төртбұрыш формасында кессеңіздер де болады. Бірақ домалақ, воздушный, әдемі көрінуі үшін домалақ қылып кескен дұрыс. Бауырсақтардың барлығын кесіп болғаннан кейін астына майлық қойып, бауырсақтарды орналастырамыз. Егер де бауырсақтар дәл сол жайылған жерінде қалып кететін болса, жайылған жерге бауырсақтар жабысып қалады. Алдын ала қыздырылған майымызға осылай бауырсақтарымызды салып, аударып аламыз. Достар, бауырсақ пісіріп жатқан ыдыс неге қап-қара демеңіздер. Себебі бұл арнайы осындай қуырмалы өнімдерге арналған, дайындалған ыдыс болатын. Мінекей, біздің бауырсақтарымыз толықтай пісіп шықты. Дәл осы бауырсақтың қамырымен сіздер нан, шелпек, булочка жасасаңыздар да болады. Барлығының дәмі өте керемет болып шығады. Бізге ас болсын, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет, воздушный, пышный болып шығады. Дәл осы бауырсақты тапсырысқа қабылдасаңыздар да болады. Дәл осы рецептпен бауырсақ жасап, отбасыларыңызды қуантсаңыздар да, 5 шайға дәл осы бауырсақты пісіріп жесеңіздер де
дәмді тіске басар. Қонақ келген дастархан қойсаңыздар, сіздерден міндетті түрде дәл осы бауырсақтың рецептін сұрайтын болады. Достар, видео ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.